Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге үй жағдайында ПП браунидың рецебімен бөлісетін боламын. Ешқандай қант красителі қоспай-ақ табиғи жолмен дайындап көріңіздер. Ең алдымен банандарымызды турап, шанышқының көмегімен пюре жасап алатын боламыз. Арықтап жүрген қыздарымызға да таптырмас керемет конфеталар болып табылады. Пюреміздің үстіне кокос ұнтағын қосып, араластырып алатын боламыз. Және қалауымызша конфетамыздың формасын келтіріп қоятын боламыз. 1 сағаттың көлемінде конфеталарымызды мұздатқышқа салып аламыз. 1 сағат өткеннен соң шоколадымызды ерітіп, екі жақ бетіне жағып, конфеталарымызды дайындаймыз. Достар, шоколадтың өзі қою болады екен. Сол себепті үстіне 30 грамм сары май қосып дайындадым. Балаларыңызға да өздеріңізге де ұнайтынына сенімдімін. Тез желініп қалады. Осымен біздің ПП Баунти шоколадымыз дайын болды, достар. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Әр елдің тағамдарымен таныстырып отыратын боламын сіздерді. Ас болсын баршаңызға.